Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әйелім бізді ақымақ ештеңе білмейді деп білгенін істеп келіпті. Әкем ерте қайтыс болған. Анам 3 баласын жетілдірем деп таңның атысы, күннің батысы аянбай еңбек етті. Анама қолқабыс ету үшін мен де бір жағына шығысып, інілеріме қарап, қолымнан келгенше ерте еңбектің дәмін татып есейдім. Кей балалар сияқты азаннан қара кешке дейін ойын қуып қаңғып жүру деген бізде болмайтын. Тек анамның көңіліне қаяу түспесін деп барынша болысуға тырыстым. Өзімнен кейінгі екінімді соңымнан ертіп егістік басында күнге киіп, беліміз қайысып жүріп тер төктік. Анам жастай жесір қалғандықтан ба, әлде бар ауыртпалық өзіне түскеннен кейін де ме, қатарластарынан әлде қайда ересек көрінетін. Ақ басқан шаштарын орамал арасына жасырып, көңіліне түскен көлеңкені бізге байқатпау үшін барын салатын. Кей күндері анамның өксіп жылап жатқанынан оянып кетуші едім. Не деп жұбатарымды білмей амалым құритын. Өмір бізді ерте есейтті. Бала болып еркелеу, шолжаңдау деген бізде болған жоқ. Тіпті ойыншықты да қолға ұстап ойнап та көрмеппіз-ау. Мектеп бітірген соң анам жоғары білім алғанымды қалайтынын айтты. Бар зейінім сабақта, алғыр оқушы едім. Бағым жанып оқуға түсіп кеттім. Егер түсе алмағанымда ақысын төлеп оқытуға анамның жағдайы да жоқ еді. Содан бар ықыласым оқуда, ара-арасында жұмыс істеп нәпақа тауып жүрдім. Шәкіртақымды есеппен жұмсап, тапқанымды қосып ауылға анама жіберіп тұрдым. Бұл кезде анамның да денсаулығы сыр берген. Біздерді жетілдірем деп барын салып жұмыс істегеннің арқасы жиі күркілдеп жатып қалатын. Бұл кезде інілерім де қолғанат болуға жарап қалған. Менің жіберген аз-маз қаражатымды бәріне жеткізіп жүретін. Күндіз оқудан шыға алмаймын, түнде жұмыс істеймін. Кей күндері сабақтың үстінде ұйықтап қалатынмын. Бас артық киімім де жоқ еді. Қолыма түскен қаражатты тек ауылға жіберуді ғана ойлап тұратынмын. Жақын араласатын досым бар еді. Көрші елден тауар әкеліп, үстеме бағасына сатайық деп ақыл қосты. Айналымға ақшаны да досым шығарды. Екеулеп жүріп сауда жасауға кірістік. Сабақтан қалған күндері оқытушыларымызбен келісіп ауызбастырғын жасайтынбыз. Дегенде ақшаны ақша табады дегенде ісіміз ілгерілеп берсін. Маусымына қарай қыста шұлық, жазда жеңіл киімдер әкеліп сатып жүрдік. Досым қолы қаттылау, Шығайбайдың нақ өзі. Қатты жерге қақ тұрар, қатты ерге бақ тұрар деген рас білем. Әр тиынын ойлап жұмсайтын ол ысырапты мүлде ұнатпайтын. Мен де бас артық ақша пайда болса, жұмсамай тек жинауды білем. Екеуміз қосып жатып жүріп, біраз қаражаттың басын жидық. Ақылдаса келе, ортадан шығарып базардан бутик сатып алдық. Енді расында ақшаның үстіне ақша қосылып, біраз қоңданып қалдық. Оқуымды да, саудамды да қатар алып жүріп, әйтеуір дипломды да қолыма алдым. Менің тырбанып қандай жұмыстан болса да қашпайтынымды білетін достарымның бірі мұнайлы компанияда жақсы жалақысы бар жұмыс бар екенін құлақ қағыс еткен. Достарымнан бағымды ашқан негізі сол досымның арқасында жұмысты да болдым. Бұл кезде інілерім де қарағанат болып қалған. Менен кейінгісі орта мектепті тәмамдауға таяқ қалған. Өзінің оқуға ықыласы да жоқ еді. Обал болмасын деп, оқуға түсесің бе деп сұрадым. Басын шайқады. Сүйреп салған тазы аң болмайды деуші еді ғой. Оқуға ықыласы жоқ болса, басын қайтем деп, баяғы досымның ортақ бизнесіне інімді қостым. Інім менен өткен пысық болып шықты, сауданы бірден дөңгелетіп әкетті. Менің айлығым бар, інімнің тапқанын қосып, ауылдағы үйді сатып, анам мен інімді қалаға көшіріп алдық. Кішігірім 2 бөлмелі үй біз үшін хан сарайынан кем емес еді. Біз үшін денсаулығын құртып, өсіп, жетілдіріп қатарға қоссам деген анамның қолын жылы суға малып қойдық.
Ақша, жұмыс деп шапқылап жүргенде жасым 30-ға да тақап қалыпты. Анам, балам, бас құрасайшы, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп құлақты қажайтынды шығарды. Оқып жүргенімде қызбен қыдырып, көңіл көтеру деген болмапты менде. Тек анам, бауырларым қиналмасын деп тапқанымды соларға тасыппын ғой. Айналама байыппен қарай бастадым. Сөйтіп жүргенде Жанар есімді қызбен таныстым. Биязы, момындау көрінген. Бір-бірімізді әбден танып білдік-ау дегенде бас құрадық. Отбасылық өміріміз тәп-тәуір басталды. Бастысы Жанардың анамның көңілін тапқан еді. Тамағын істеп, шүйіркелесіп жүгіріп жүрген келін енеге неге жақпасын. Бұл кезде жағдайымыз жақсарып, орта дәулеттілердің қатарына қосылғанбыз. Келіншегіме не қаласа соны әперемін. Не ішем, не кием демейді. Жаңадан шыққан сәнді көйлек, бұлғын ішік соның үстінде. Көлік әперіп қойғам. Үйдің шаруасын тындырып болған соң құрбыларыма барып келемін деуі жиілеген соңғы кезде. Сән салондарынан шықпайтын болған. Қалада қымбат фитнес-клубтың картасын әпергем. Істейтін бар шаруасы сол. Анамның көңілін тауып отырған соң артық қылықтарына да кешіріммен қараймын. Аузынан шыққан әр сөзі мен үшін заң. Сол заматта-ақ орындалады. Өзім әбден қиналып тауқымет тартып өскен соң, тым болмаса ол қиналмасын деп тарынбаймын. Інілерімнен де, әйелімнен де ештеңе аямаймын. Өмір осылай жалғаса берсе өкінішім болмас еді-ау. Алайда бір күн әйелім екеуміз базарға бардық. Белгілі ғой, базарға кірген әйел 2-3 сағатсыз шықпайды. Ұялы телефоны көлікте қалып кетіпті. Бір уақытта хабарлама келді. Біреудің затын ақтару әдетімде жоқ еді. Бұл жолы не қара басқанын білмен алып ақтардым. Хат құрбысынан келіпті. Күйеуің расында нағыз ақымақ екен деп жазыпты. Ішім қылп ете қалды. Дереу жіберілген хабарламаларды ақтарып көріп дым таппадым. Жақын арадағы ұялы телефон жөндейтін дүңгіршекке бардым. Жойылған хабарламаларды шығарып бере алатынын сұрадым. Шебер жігіт иығын қиқындатып еді, жүздік көк қағазды алдына тастадым. Көзі жайнап кетті. Тек бір ғана хабарламаны тауып бере алды. Онда бізді ақымақ ештеңе білмейді деп жазылыпты. Енді басым қатты. Жанар мені қалай ақымақ қылып жүр деген сауал жаныма жай таптырар емес. Жақын араласатын самалатты құрбысы ғой хабарламаны жіберген. Енді соны торға түсіру керек. Қалай да ақымақ болып жүргенімді шешуім керек. Апта бойы мазам кетті. Ұйқымда шала. Ақыры Самалға хабарласып кездесуге шақырдым. Басында олай бұлтаңдап, бұлай бұлтаңдап жолатпады. Менікі де адамдық емес шығар, бірақ бұл жолы да ақшамен шешуге тура келді. Біраз көк қағазды алдына тастағанымда Самал сайрап қоя берді. Адал деп алған әйелім харам болып шықты. Маған дейін де талайлармен ойнап күлген екен ол. Неге? Неке түні таза болып шығып еді ғой. Самал маған мынау расында нағыз ақымақ екен ғой дегенде көзі шарасынан шыға аңтарыла қарады. Той болатын күнге дейін пәктікті салдырып алған доғдырларға деп, соны да білмейсің бе миғұла дегендей тесірейе қарады. Аяғымның астында қара жер қақ айырылып бара жатқандай теңселіп кеттім. Ішім алай-дүлей. Лоқсып жіберуге шақ тұрмын. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Күні-түні ұйықтамай жұмыс істеп адалдап тапқан ақшамды, арамдап жүрген харамды пышақтап тастауға шақ тұрмын. Жанарға аман тұрғаныңда көзіңді жоғалт дедім. Құрбысы екеуі жолысады, ұрсады ма, ол өз шаруасы. Анама обал болды. Ештеңеге түсінбей аңтарылып қалыпты. Ашудан түтігіп кеткен маған бірдеңе айтуға да жасқанып тұр. Анамды аядым, өзімді аядым. Осыншалықты ақымақ болғаныма күйіндім. Егер Жанар 1 минут аялдаса, буындырып өлтіруден тайынар емес деймін. Өзімді өзім әзер бастым. Жан қиналысымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Адал деп алғаным осылайша харам болып шықты.